Аңнан көз жазып қаламыз ба, немесе жаңа дәуірге қадам бастық па? Армысыздар, ұлт өміріндегі өзекті мәселелер мен толғақты түйіндерді тіліне тиек ететін көкейтесті каналының оқырмандары. Біз бүгін ана тіліміздің тағдырына қатысты, қазақ тілінің төл дыбысына қатысты бір мәселені қаузағымыз келіп отыр. Себебі біз бүгін тілшілік бабымен Астана қаласындағы мәлім бір мектептегі іс-шараға қатысқан болатынбыз. Осы іс-шараның тізгінін ұстап жүргізуші болған әдебиет пәнінің мұғалімінің "Оқушылар, жаңа сендерге не дедім? Оқушылар, жаңағы әнді қайталап айтайықшы" деп сақауси сөйлеп тұрғаны біздің көңілімізді көптетті. Басқадан болса бір сөз, оқытушы, оның үстіне оқытушы болғанда қазақ тілі мен әдебиетінің оқытушысының өзі аңды айта алмай аңқылдап тұр. Әрине, қазір қоғамда тек мұғалімдер ғана емес, оқушылардың арасында, керек десеңіз біздің әріптестеріміз тілші, жүргізушілердің арасында да аңды айта алмай аңқылдап жүретіндер жетерлік. Сосында жаңа Қазақстан, жаңа жыл, жаңа келдім деп сақауси сөйлеп жүрген азаматтар жетіп артылады. Бұл былай қарағанда бір ғана әріптің аусай аталуы сияқтанғанымен, шын мәнінде бұл ың біздің қазақ тіліміздің басты ерекшелігі. Яғни қазақ тіліндегі төл дыбыстардың бірі. Ендеше біз сол дыбысты дұрыс айта алмай, оны ын әріпімен шатастырып жүруіміздің өзі амен әні парықтандыра алмағанмен бірдей жұмыс. Бұл арада біздің жазуымыздың да ықпалы бар екенін жоққа шығармаймыз. Өйткені ың мен ынның сыртқы пішіні ұқсап кетеді. Әсіресе жазбашада ың мен ынды парықтау тіпті қиын десек те қателеспейміз. Сосында кейде сөздегі орнына қарай ынды ың деп, ыңды ын деп оқитын жағдайда кездеседі жазбаша жазғанда. Бірақ шын мәнінде ың мен ынды бір-біріне ауыстырып қолдануға мүлде болмайды. Өйткені мағынасы мүлдем өзгеріп кетуі мүмкін. Мәселен, таңертең ерте көңіл күйім болмай, сең соққандай сенделіп тұрдым деген сөйлемді жаңағы ыңды айта алмайтын азаматтардың тілімен айтсақ, таңертең ерте көңіл күйім болмай, сен соққандай сенделіп тұрдым. Сеннің орнына сен деген сөз келсе қалай болады? Сен сабап кеттің деген ұғым шығып тұрмай ма? Ың дыбысына қатысты мынандай бір қызық жағдай болған. Шетелден келе жатқан қандас ағайындарымыздың бірі шекарадан өтерде кедендік тексерушілер оның сумкасын аштырып, ішіндегі сәлемдемеге әкеле жатқан әртүрлі көйлек, шапандарды көрсетіп, "Мынауың жана ма?" деп сұрапты. Ойында ештеңе жоқ, әлгі қазақ айтады дейді, "Жанбайтын нәрсе бар ма, шүперектің отқа жанбайтынын қайдан көрін" деп. Анау одан ары сұрайды дейді, "Мен саған жана ма деп тұрмын" деп. Анау жанат деп айтады дейді. Анау одан сайын айғайлаған, "Есің дұрыс па, мынау жана ма" десе, анау жанады деп айғайлайды дейді. Міне осындай ұғым шатастығы туылып тұр. Енді жаңа ма дегеннің орнына жана ма деп сұрасаң, әрине екеуі екі түрлі мағына береді. Демек, ың мен ынның ауысып кетуінен үлкен қателік шығады. Мұны біздің қазіргі жастарымыз ескере бермейді. Мүмкін басқа да себептер бар шығар. Соңғы кездері жастардың арасында ыңды айта алмайтындар барған сайын көбейіп барады. Тілі қазақша шығып, сайрап тұрған балам мектепке барғаннан кейін ыңын жоғалтып алып, сол ыңды таба алмай жарты жыл жүргенімде әлі күнге дейін есімде. Бұл нені түсіндіреді? Бұл біздің қазақ тіліндегі ың дыбысына төнген үлкен қатерді түсіндіреді. Ың дыбысы бұл көнеден келе жатқан дыбыс. Бұрын түркі тілінде де болған. Керек десеңіз, украиндардың тілінде де ың болған екен. Қазір сол ың жоғалып, украиндер ың әрпіне ескерткіш қойған деп айтуға да болады. Ал түрік тіліндегі ыңға арнаулы таңба белгіленбегендіктен түріктер ыңнан айырылып қалды. Ал ың біздің қазақтағы
ең бөгенайлы таңба немесе ең бөгенайлы әріптің бірі. Біздің қырғыз ағайындар көбінде қазақтарды маңқа қазақтар деп қалжыңдап қағытып жатады. Әрине осындағы маңқа сөзі ыңмен қатысты. Өйткені ың әрпі біздің мұрындық дыбысымызды бейнелейтін, қазақ тілінің ерекшелігін бейнелейтін дыбыс. Өйткені қазақ тілінің төл дыбыс саналатын ың түбір сөздердің құрамында жиі кездеседі. Мәселен, сең, тең, тоң, көң, тың, жең, мең, сең деген сияқты сөздер. Сондай-ақ ның, нің, дың, дің, тың, тің, ың, сың, сің сынды қосымшалар түрінде де жиі кездеседі. Қазақ тілінің осы бір дыбысының ерекшелігін ескермей, жоғарыдағыдай таңертең көңіл күйім бұзылып, сен соққандай есеңгіреп тұрдым деп шала сөйлеп жүрсек, ертең біздің тіліміз қалай бұрылмақ? Демек, ың қазақ тілінің ішкі құрылымын сақтап тұрған дыбыстық тірек. Ендеше ыңды айта алмау төл сөзіміздің бұрмалануы ғана емес, түсінің өзгеруі, тамырдан ажырауы деп түсінген дұрыс. Тағы бір айта кететін мәселе, қазақ тілінде сөз басында кездеспейтін 5 дыбыстың бірі осы ың әрпі. Әрине, Оспанхан Әубәкіровтың ыңөк өлеңін есепке алмағанда, марқұм Оспанхан Әубәкіров ыңөк деген өлең жазып, ың әрпі сөздің басында келмейді деген мәселеге қарсы дау айтып, қазақтар бұрын айсбергті, яғни теңізде қалқып жүретін алып мұздарды ыңөк деп атаған деп тамаша бір әзіл өлең жазғаны бар. Сонымен қатар дәл осы ыңөкті саханаға да алып шығып, саханалық шығарма ретінде де орындаған деген сөзді де естідім. Әрине, бұл арада Оспанхан Әубәкіров ағамыз мүмкін ың дыбысына төнген қатерді ерте сезіп, ерте түсініп, болашақ ұрпақтың жадында жүрсін деп осындай шығарма жазған болса керек. Ың әрпінің сөздің басында келмейтінін тіл ғалымы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсыновты айтып, оның әліпби атауы ыңы емес, ың болатынын әу баста ескертіп кеткен. Ендеше тіліміздің табиғатын сақтап қалғымыз келсе, әр әріптің мәнін, әр дыбыстың қызметін дұрыс ұғынуымыз керек. Теледидардан кен дала, жаңа Қазақстан деп ыңсыз жазып, жас ұрпақты соған үйрессек, ертеңгі ұрпақ қазақ тілін қазақша емес, шала сөйлеуді қалыпты құбылыс, дұрыс жағдай деп түсінуі әбден мүмкін. Осы тұрғыдан алғанда ең үлкен жауапкершілік алдымен ұстаздарда, онан кейін бізде, яғни тілші, жазарман, қаламгерлерде. Әліпбидегі әр әріп ұлттық код. Ың әріпі қазақтың үні. Сол үн өшсе, ұлт үнсіз қалады. Қашанда ыңға абай болайық. Балаңыз ыңын жоғалтып алмасын. Қазірше айтарымыз осы. Ықыластарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.